сол Қаракөл қойын дамыту үшін мына Хисметолла ағамыз малшыларға вертолетпен ұшып барған. Деңгейді ойлаңыздаршы, иә? Ғылымның деңгейі, ғалымға вертолет беріп, қой шаруашылықтарын аралатқан. Енді күнде емес, комиссиясы келеді, бірдеңесі келеді, басқа жағдайда. Бүгінгі ауыл шаруашылық ғылымның жағдайы қандай? Иә? Өзінің ана ренжімеңіздер, жалпақты сөзбен айтқан, қайыршының айлығындай ақшасы бар. Соның өзін төлемеген міне 10 ай болды. Бұл Мыңбаев ауылдағы селекциямен айналысып, асыл тұқымды қойларды шығаратын Медеубеков атындағы ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері. Олардай шулаған 50-ден астам қызметкер бастықтың жиі ауысуынан маңдай тер ақымызды бірнеше айдан бері алмадық деп жиналған. Басшылықтары базалық қаржыландырудан 100 мың теңге жалақы бекітіпті. Бірақ соның өзіне жаздан бері жете алмай өлместің күнін кешіп жүрген көрінеді. Айлық мәселесі маусым айынан басталып келеді. Басшылық жаздан бастап қаржыландыруды тоқтатты. Біз олардан бірнеше рет көмек сұрағанымызбен еш жауап қайтармады. Адамдар осы институтпен өмірін байланыстырады. Сол үшін тастап кете алмайды. Барлығы ақшасыз қалды. Бүткіл дүкендерге қарыз болып біттік. Қой шаруашылығы ғылыми зерттеу институты филиалының 90 жылдық тарихы бар. Ғылым ордасында 80-ге жуық адам жұмыс істесе, оның ішінде 60 шақтысының ғылыми дәрежесі бар. Онымен қоса қарызға белшесінен батқан қызметкерлер, басшылар құзырымызға кірмейтін жұмыстарды тапсыруы тіптен ақылға қонбайды деп кіжінеді. Мысалға, институттан шыққан сүтті вахтерге сатқызып, ауланы тазартқызады екен. Істемейтін болсаңдар, жұмыстан шығасыңдар деп қоқан-лоқы көрсететін сыңайлы. Бізге келді де мойнымызға сүт келді. Сүт сату, сметана, сүт, творог саттық біз. Қашан көрдіңіздер охранниктің сүт сатқан? Одан кейін жарайды, үндемейміз, есіктің алдын бәрін айналаны тазалаймыз. Менімен ерегеспеңдер деді. Ерегессеңдер деді. Менің головнойдағы бастық, жаңағы көкелерім деді. Бәрі сендер жұмыстан қуыласыңдар деді. Соларға мен приказ берем, олар шығарып жүреді. Менде даже запись бар. Әлия Қыдырмолдинаның айтып отырғаны бас зоотехник. Оның дөрекі сөйлеп көрсеткен қорлығына шыдай алмай, жұмыстан шығып кеткен қызметкерлер көп дейді шағымданушылар. Орындарынан қалай арылатынымды білесің бе, жан? Немен ерегіспей ақ қой. Бұл жерге де қандай кім басшы болып келетінін мен білемін. Еще мои человеки. Да? Мен дядькалар, иә. Жалақымен қоса қызметкерлердің әбден тозығы жеткен ғимаратта жарық пен жылудың жиі өшуінен мазасы қашқан. Ал институттың басқарма төрағасының орынбасары мемлекеттік бағдарламаны ұта алмай қаржыдан қағылып, ғалымдар жалақысыз қалды дейді. Ал ескі ғимаратты жөндеу жұмыстары келесі жылдан бастап жүргізілуі мүмкін деп сендірді. Ана Гүлмира Исаева бүгінгі ауыл шаруашылық ғылымын басқарып отырған, өзінің туып өскен, өзінің алғашқы қадамын жасаған ана Мыңбаев ауылындағы Медеубеков қой шаруашылық институты бар. Ғалымдар забастовкаға шықты. Сенесіздер ма? 10 ай бойы айлық алмаған. Бұндай масқара болған ба? Осындайда күйінбегеннен не? Мен мына қараймын да ішім удай ашиды ана ғылымның ғалымдардың жағдайын көргенде. Сондықтан ол расаға ғылымсыз ештеңе жылжымайды. Және бір Қаракөлдің өзі жылына 2 миллион бас қаракүлше шығады екен, қаракүл терісі. Содан Қазақстанға емес, Москва өзіне алқалып отырыпты жылына 32 тонна алтын. 32 тонна алтын тек қана 2 миллион ел тіріден түскен. Қазір бүкіл Қазақстан тауып атқан алтын көлемі жерімізді қазып, айырып, жыртып, қоршаған ортаға зиян тигізіп, соның барлығы 125 мың тонна екен. Мұнда жылда Алла тағала өзі өсіріп отырған қойдың өзінен 32 тонна алтын